осыдан 30 жыл бұрын бабалар аңсаған егемендікке, тәуелсіздікке қол жеткіздік. Жалпы осы 30 жылдың ішінде тәуелсіз қазақ елінде ауқымды жобалар, көптеген жұмыстар атқарылды. Қазақстан зайырлы демократиялы мемлекетіміз дамыған елдермен иық тірестіріп, көшбасшы мемлекеттердің біріне айналды. Жалпы мен де осы тәуелсіздіктің төл құрдасы ретінде осы зайырлы қазақ елінде туғаныма, осы Қазақстан жерінде тұрып жатқаныма мақтан тұтамын. Тәуелсіздіктің құрдасы ретінде елімнің дамуына өзімдік не бердім, не қостым, қандай үлес қостым деген келер болсам, қазіргі таңда осы облыстағы Сыр өңіріндегі аймақтың баспанасы Қызылорда телеарнасында 2012 жылдан бері осы жаңалықтар бөлімінің редактор ретінде қызмет атқарудамын. Жалпы тәуелсіз қазақ еліндегі, оның ішіндегі Сыр еліндегі көптеген жұмыстардың, ауқымды бастамалардың, ел игілігі үшін жасап жатқан құнды дүниелердің жалпы халыққа, бұқараға жеткізуде күндіз-түні қызмет етіп жүрміз десем де болады. Өзім тәуелсіздіктің төл құрдасы екенімді мақтанышпен айтамын. Тәуелсіздіктің 30 жылдығында елімізге амандық, жұртымызға тыныштық тілеймін. Тәуелсіз қазақ елі қарыштап дами берсін. Осы қазақ елінің дамуына бізде жастар үлесімізді қосатын боламыз.